Мераба урметлі телесерчилеріміз. Халк ағыз яратыжылығында доғырылық су қапағы кыбыдыр, батмаз деген аталар сөзлері бар. Керчектен де Қырым татарлар, Қырым топрағында асырлар девамында шекіленіп келген тамыр халқы олғаны бесебелледір. Бүгін есе тарих ізлері программасы тарихы қадим заманларға барып тоқынған, ешіл дағларнен ұртылген Арпат, яғни шымдықы Зеленогория койы ақында тариф етежек. Арпат койы Қырым ярымадасының Женуб шарқындағы ялысында, Алушты шерінің шарқы топрақларында, Судақ шері Қарасубаза районы иле қаршылашқан ерде, Арпат өзені ве Қырым дағларының вадисінде ерлешмекте. Бүгінгі күнге Арпатта кой клубы, китапхане, бір чоқ мұсафырхане бар екен. Кой янында бір чоқ юзум бағы бар екен, шу юзум бағларында ерлі әлі чалыша. Арпат койынде шымдылық садеже бір қачдане соқақ бар. Олардан екісі бұ достлық ве көдешлер соқақларыдыр. Айны шу достлық соқағында біздің бүгінгі қараманларымыз отырмақталар. Ава ханым кешіш ісе кой ақында өз хатырлавлары иле бізнен байлашты. Балалықтан только бұл арпат, оны іштік. Ақшам барсақ, халық топлашыр еді. Әпсі солер еділер койну, насын яшар еділер. Біз де ақылымыза құру арпат. Қырыма не қадар отпуская желдік, бұл койы желіп бақар едік коймызу. Анам, бабам, пек істеділер желмейі койлеріне. Тяптяларымыз, деделеріміз. Но оларға қысметі олмады желмейі. Поэтому bizim başka yerler bizim ақылымыза yok еді. Біз желдік целенаправленно bizim арпата желдік. И желдік, чтобы балаларымыз да бұнда яшасын. Тарихқа теренже далсақ, базы бір мевжуд мембаларда, мисал үшін кефенің бұтын топрақлары ақында 1381 сенесі март 17-де башланып, 1382 сенесі июнның 11-неже язылған китапта Дель Арпати адыны ташыған Қазалия, яғни кой жемиетіні раскетіре білеміз. Дель Арпати Қазалиясы, яғни кой жемиеті 18 атсыз Қазалияларға кіргені ихтимал етмек мүмкін. Чүнки шу адисе кефенің консулы олған Джаннано Дидбоско ве Черкас адлы Салхат сеньора арасында тізілген Дженова, яғни Генуя анлашмаларында көре білеміз. Шу анлашмаларының метінлері эксериетлеттен келелер. Тек Корушувның ері, иштиракчилерінің атлары ве екі тарафтан да шатлар ақында малюмат етішмей. 1380 сенесі япылған Балықлавадан шымал шарқ тарафына табан Қырымның женуби дағлы қысмы анлашмасына көре шу кой оз әлі ве топрақлары иле женовызлерінің елеріне кечті. 1475 сенесі Османлылар кефені йыққан сон кой кефе санжағына кірген судақ қадылығы кібі Османларының императорлығының незаретіне алынды. Бұнда келен сон сразу 91 сенесі устроить еттік пансионат «Солнечный камень», экскаваторшық çalıştık онда. Хадыным мұнда çalıştı, медсестра çalıştı. И мен да онда, значит, 25 жыл çalıştık онда, ikimiz de. Даже хадыным тикарян зияде çalıştı 1 yıl. Вот son şimdi pensiyaya çıktık. 2 tane balamız var. Bir kız, bir oğlan. Значит, kızımızın 2 oğlanı var. Oğlumun bir kızın 2 oğlanı var. 5 tane torunum var.
1500 сенесі Арпади Османлыларның бергі весиқаларында аныла. Чүнки о вақыт койден 1160 ақче бергі жиылған еді. 1520 сенесі өткерілген Кефе санжағының инсанларыны ilk жетвелге алуфта Арпади адлы койде 10 қоранда, яни 54 кіші яшағаны қайт олына. Шу қайдларға көре ерлі әәлі христиан олған еді. 17 асырдан башлап, Қырым ярымадасының ялы бойында ислам діні дарқалмаға башлай. 1670 сенесі чықарылған Турк сұлтанының ферманында Арпад Юнан койы кібі қайт етілген. Ләкин не Ливани Кефе Жизье дефтерінде, не 1652 сенесі Қырымдан Азавға чықарылған христианлар ақында весиқаларға көре, не де Суворовның ве соңыра Игнатийның қайдларында бөйле малумат кечмей. Кой да бір турк весиқаларында рысткеле. Бойлелікнен 1680 еллары Арпад койы Кефе эялетінің судақ қадылығына кіргені ве земет суретінде ханның кәтібіне айт олғаны қайт етіле. Бойле етіп, о вақыт Арпадта 1617 дөнім ері олған 24 топрақ сайыбы бар еді. Эпісі мұсылманлардыр. Мен мағамны брон қалдырдылар, как бригадир. Мен 12 yaşına bir bala ağam bana dedi, gel Ömer bana da onda brigadaya. Sen adres yazarsın, o senin 5 sınıf bitirdin miydin? Adres yazarsın yaşlıkların üstüne. Son ben sana yazarım turdadan, koştu pavuçuştu. Феодосия уездінде кечірілген кой ве шу койдейне қадар аз бар, ве жан бар олғаны жедвелге алуының нәтижесіне көре 1805 сенесіне Арпад койынде 28 азбарда 135 тек Қырым татар миллетлі кіші яшаған екен. Генерал-майор Мухинның Арби топографик харитасында есе 1817 сенесі койде 26 азбарда бар олғаны қайт етілген. 1829 сенесі кечірілген волостьлар бөлінмесі реформасына көре 1829 сенесі Таврия губерниясының девлет волостьларының жетвеліне көре Арпад койы өйледі Кокташт волості теркібінде қала. 1836 сенесі харитасында койде 65 азбар қайт етілді. 1842 сенесі есе айны шу ал. 3 yıl armiya yaptım Rusya'ya, son aldılar, gittiler Kuba'ya. Kuba'da 62 senesinden 63 senesine служба yaptım Kuba'ya. Son Kuba'dan da abuda pamit getirdim abunu. Kuba'dan gelen son işte onda yaşadık. Kabardin-Balkarya yaşadık 90 senesine. 90 senesi göçtük Kırım'a. Doğduğum koya geldik. O bugüne yaşayık Arpad'ta yaşayık. Бүгінгі күнімізде кой сәкенлері өз ибадетлеріні еріне кетірмек үшін Арпадтағы ескі жемеге яда Арпадқа қомшы деп сайылған Ускут койының жемесіне қатнайлар. Шу жеми Қырымда ән балабан жемелерінің сырасына кіре. Чүнки шу жеми екі қатлыдыр. Кой сәкенлерінің айтқанына көре, жұма намазларына жемеге 200-ге якын адам жиыла. Білгенімізге көре, әвеллері yüksek дағларда яшыған Қырым татарлар тегіз дамлы, яни сакляға ошаған evler құрайдылер. Озы сакля сөзі 19 асырның бірінші ярысында Гүржі тілінден алынған екен.
Çünkü Gurcu тілінде сахли ev манасыны ташый. Bu söz ise хли тамырından келіп чыға. Тамырның манасы ise бір şeyнің yanında olmak. Böyle etip sakля bu uzak olmagan bir yerçikte yerleşken evdir. Kırım dağlarında ekseriyetle şu evler tegiz damlı, ağaçtan, çamurdan, keramik ya da saman tolalardan yapılaydı. Böyle evler dağının eteğinde başka evge yanmayan kurulgan. Böyle etip şu evlerinin damı başka ev için asbar olgan edi. Burunғы Kırım sahlileri ekseriyetle pek adi bir odalı, penceresiz ve toprak tabanlı olgan ekenler. Daha da böyle evlerinin ortasında ocak var edi. Tutun ise tavandaki teşikten çıkaydı. Lakin bu terin dağlar içinde yerleşken Koygede 1944 senesi 18 Mayıs günü halkımızını öz vatanından sürgün etken soldatlar gelip çıktılar. 44 senesi biz 14-15 yaşına ballar Krasnarmiya'ya çoban kuleye stretch ettik. Sevinç, kıvanç. Onları ayla ta uskutacağız, pravajat edip son ozenle yukarı kaçıp evde geldik. Gene başladık uşa çalışmaya kolhoza. 15, 17, 18. günü sabah Mayıs'ın bizim kapıyı bilmem tepnenin, bilmem tüfeğin kundağından kalktılar. Böyle el kalkmadı. Arpat koyunda de esli başlı kartlarımız oturmaktalar. Böyle kartlarının birisi 94 yaştaki Ömer Kartbaba Kurtveliyev yaşamakta. Koyda kolhoz idi, bahçe brigadaları, pastanı bizim analar bağ brigadalarına çalışırdı. Ablamlar tutun brigadasına, tutun asrarıydılar. Kolhoz koy tuvar hayvanı opşum Balaban kolhoz idi, Bagatı kolhoz. Arpat'ta şu koyda doğan Kırım Tatar halkının Ulu Vatan Cenkinde iştirak etken ve vefat etken askerlerine abide koyuldu. Daha da koyda sürgünlük kurbanları hatırasına bağışlanған abide var. Gelinen bala olsan da gene sabraşa ödeyim. Paçomu bizi etabüle çıkardılar. Benim 2 tane, 3 tane ağam slujtete, bir tanesi kuru biri kaçıp geldi. İkisi kayıp oldu. Bizim bir türlü haberimiz yok. Bakayım son komşuları da çıkarıyorlar. Ademimiz nasıl bütün halkı. Öyle de orada topladılar o mahallenin halkını. Son pot dulum avtomata aydatlar mektebimiz, bizim mektebi bilirsiniz, o pamitlik duruyor orada. Daha da Arpat koyunun temelli koy sakini Osman Ağa Keşiştir. Osman Bey öz korantası ile vatanға ta uzak 1956 senesi avdet olunmak istegen edi. Lakin bu imkansız bir hayal olgan edi. Şunun için o öz korantası ile başta Ukrainada, sonra ise Kabardino-Balkarya'da yerleşmek mecbur oldu. Doğduğum yerde geldik. İmенно bunda çektik, bunda da geldik. Anamız, babamız bundan, bunda da göç. Kendim de bundan çıkma, bunda doğma. Hur bunda geldim, istedik, bunda da geldik. Şükür yaşayık. Yaşlara
Bulenem var, ricam var. Bizim gibi çekişmesinler. Ya Rabbim, ya Resulullah. Güzel güzel Allah sağlık versin onlara da yaşasınlar. Evlensinler, balalı çagalı olsunlar. Halkınızı sevsinler, anaların babalarını unutmasınlar. O kadar ricam var. Да, Арпат көйінде мына бойле уникаль Dünya Tilleri Muzeyi бар екен. Dünya Tilleri Muzeyi 2019 senesi Oz kapılarını açtı. Bu muzey dünyada yaşagan halklar tillerinin çeşitligine bağışlangan. Mında siz yüzlerce tillerinin яңғырағанını eşitebilirsiniz. Da muzeyde kadimi ve zamannevi yazılarının numuneleri de var. Bu numuneler bırç yani beresta, taş, çamur, nehil yaprakları üstünde yazılı. Bu muzeyde hatta inklerinin tuyum yazısı da var. Dünya Tilleri Muzeyi'nin esas maksadı bu insanlar arasındaki sübetleşuvi çeşitligini gösterip medeniyetleri arasında olgan толерантlikni arttırmaktır. Чем мы занимаемся в нашем музее, это помимо того, что поддерживаем существующую экспозицию, каждый год мы стараемся расширить коллекцию нашего музея и уделить внимание каким-то новым аспектам, связанным с языками, с языковым многообразием. И в недавнем прошлом у нас добавился отдельный раздел, посвященный исчезающим языкам. У нас на планете сейчас существует порядка 7000 языков, но, к сожалению, они очень быстро исчезают. Один язык исчезает примерно каждые 2 недели на планете. Вот с такой скоростью идет процесс исчезновения, связано это с глобализацией и с прочими вещами. И вот мы отдельный стенд посвятили именно исчезающим языкам. Здесь есть целый ряд исчезающих языков, то есть языков, у которых осталось очень мало носителей. Например, у некоторых языков 2 человека, 4 человека, 43 человека и так далее. Білгеніміз gibi dünya üzerinde 7000 til бар. Bu muzeyde dünyada olgan her bir til nasıl яңғырағанını eşitmek mümkündür. Mında da hipu деген tuyum yazısı ile tanış olmak mümkündür. Voynich'nin el yazmasını ise çevirmek mümkün olur. Rozet taşındaki yazılarını okup tiller hakkında ve insanın tefekkürü için çok yanı ve meraklı malumat almak mümkün. Muzeynin birinci katında çeşit halklarının renkli fotosuretleri mevcut. Onların tubunda ise gramofon sıfatında kolonkalar. Kolonkalardan bu ya da başka tilni eşitmek mümkün. Mında aman 200 til taqdim etilgen. Bir tilni eşitmek isteseniz, stendnin yanına kelip knopkaga basmak yeterli olur. Один из самых интересных экспонатов в нашем музее называется «Книжное колесо». Оно сейчас перед нами находится, и устройство это было изобретено в 16 веке. Предназначено оно для того, чтобы удобно было работать одновременно с несколькими книгами, с несколькими источниками литературы. Да? То есть, например, мы исследуем какую-то тему или пишем дипломный проект, делаем уроки, что угодно, да, что изложено в нескольких книгах. Мы берем наши книги, выставляем на эти полки, и после этого между этими книгами можно очень удобно перемещаться вот таким образом. Meraklısı şunda ki, Kırım Tatar tili Arpat koyunun imamı Davuşi ile яңғыраmakta. Şu muzeyini ziyaret etuvi türlü yaştaki insanlar için pek meraklı olacak. В музее появились языковые игры. Здесь можно поугадывать письменности или звучание. Например, выбираем звучание, легкий уровень, есть даже несколько уровней.
Вот. И здесь можно выбрать, это сербский, болгарский или иврит. Вот. И можно еще раз послушать. Ну, допустим, болгарский. Или мы угадываем, или не угадываем. Эбетте. Тіл сақланмасы мәселесі халқымыз үшін пек мұйымдыр. Келіңіз гүзел тілімізні келешек несілге ашылап, оны сақламақ тырышайық. Чүнки бұл біздің бойын боржымыздыр. Бұл ақта біздің қараманымыз Ава ханымның фикірі бөйледір. Rusça deyirlər, если нет языка, нету нации. Şimdi yaşlar, men Celil'ler bunda bileyim, işiteyim. Вообще Tatarca bilmeyler. O pek yaramay. Men kendi dilini nasıl da olsa, biz laf etiyik, nasıl bizim köye laf etiyler. Bizim ballar уже laf etiyor, они literatурно da laf etiyler. Но hep torunlarım pek güzel laf etiyor. Men isteyim, чтобы hep yaşlar kendi dilini unutmasınlar. Anaları da babaları tayfaların içine Tatarca laf etsinler. Потому что Celil'ler bir laf anlamaylar даже. Öyle şey olmasın. Если dilimiz olmasa biz de olmayacağız. Арпат янишымдыкы Зеленогорье койы. Бұл уникаль дах койыдыр. Бұл ернің табиаты да пек зенгіндір. Койде учан суларының сайысы чоқтыр. Эмдемында Гөл, өзен де бар. Мерақлы инсанлардан ғайры. Бұл ернің айванат алемі де бай. Мында грифлер, түлкілер, веда бірчоқ айванчықлар яшай. Койге яқын Қырымның ең теміз чобан қалесі ерлеше. Да, койде бірқач күчік мұсафырхане ве қавехане бар. Эскі Қырым татар Арпат койы. Арпат дересінде Ускут, яни шымдыкы приветна койы янында ерлеше. Шу дере уч тарафтан да дағларнен ұртулген. Бойлелікнен шу койге тек ялы бойындан кеткен yolдан келіп чықмақ мүмкін олыр. Шу койге қиын келіп чықмақ әдисесі, оны бойле гүзел иптидаи алда сақлап қалмақ ярдым етті. Арпат койы дағлар күчағында ерлешкені үшін ойледі туристлерінің диқатларыны желпеті. Кой ақында да бір мерақлы факт. Койде мерақлы ешіл түсте гол бар екен. Шу гол виргульге ошап тура. О, Панагия айырығының ән мұйым дықатқа лайық ерідір. Гол мерақлы ешіл түсте олып, гүзел дағлар земінінде айырылып тұрмақта. Шу гөл, Кушен өзені Буз өзені иле темінлене. Суның севиесі ел мевсіміне көре түрлене біле. Гөл номай олса, оның теренлігі 10 метрге ете біле. Sıcақ вақытта есе су ялядан 4-6 метрге ұзақлаша. Серін талық сулар ер түбіндікі чоқрақларнен бірге. Шу ерде гүзел бір микроклиматны яраталар. Ава sıcақ олғанда, бұл ерде әр вақыт тазелік сезіле. Мына бойле, гүзел манзаралы ве тарихы қадими олған койде, біздің ватандашларымыз өз балалары ве торунлары иле яшамақталар. Шу ерде яшаған инсанлар өз койының тарихыны унутмайып, несілден несілге игее етіп, шу білгілеріні ашылайлар. Бүгін есе тарих ізлері программасы гүзел манзаралы ескі Қырым татар Арпат койы ақында тариф етті. Егерді сіз өз койыңыз, еді шайырыңыздың кечміші, веземаневи аяты еле пәлішмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.